Бүгін міне сіздермен кездесіп отырмыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Сіздің алғаш тұңғыш музыкаңыз дейді. Өзі бұл тұңғыш музыка мен Москвада оқып жүрген кезде осында бәрбіріңіз жақсы көретін осы СОС Қазақстанның редакторы болған Ұзақ Бағаев деген кісі болды. Сол кісінің өлеңіне жаздым. Оның аты университет, кейін институт деп, сосын студенттер әні болып кетті. Бірінші ән сол. Оны Жамал Омар орындаған. Нұр аға. Нұр аға, сіз Жамбылдың күйлерін біледі деп естиміз. Сол рас па? Рас болса орындасаңыз екен дейді. Мен мынау шолақ фракпенін орындағаным ұят болар, екінші әлейінді орындап беретін шығармын. Әрбір әннің өмірге келуіне бір себеп бар шығар дейді. Солардың ішінде жүрегім менің атты ән тарихым білгіміз келеді дейді. Бұл енді жасыратындығы жоқ, кімнің жүрегі ауыратын болса сол түсінеді. Ол әннің тарихы шынында да осында ақын отыр, Тұманбай Молдағалиев, менің жақсы көретін екі ақыным да отыр. Қадыр Мырзалиев та. Алдымен екеуін бір көрсетіп алсам деймін. Қайерде отыр екеніз? Тұрыңдаршы. Қадыр, қанекей. Қадыр, тұрышы ғанек. Міне, бұл кісі Қадыр Мырзалиев болады. Тұманбай Молдағалиев қайда екен? Ол кісіні келін жібермей қалған ұқсайды. Ал енді бұл шынында жүрегім бір қатты ауырып, мен бір жылдай ауырдым. Осы өз жүректі бәрімізді өзіміз ауыртамыз ғой. Осы отырған адамдардың көбісі де сол ана келіндерге, жеңгейлерге жек көрішті болатын себептер бірақ қазір мынау жүректің ауруына байланысты барлығы да жақсы болғаннан кейін айтып отырмын шынымды. Әйтпесе ол кезде айтуға болмайды. Сонда сол жауырып жатып жаздым. Сөзін жазған Тұманбай Молдағалиев. Жандарыңыз ауырып, жүрегіңіз ауырған кезде сіздерден шығарасыздар. Өміріңізде есте қалар қуанышты күндеріңіз. Менің бірінші қуанышым Отан соғысында аман-есен тірі қалғаным. Он 16 жасымда Осар кесірден кеттім мен. Орысшар добровольный дейді ғой. Қашып кеттім. Ақаң келіп жұбанып, өзімнің ұстазыма келіп айтып, о кісі бұл не деген сомдық бұл деп, өзі сөз қатты сөйлейтін адам. Сөйтіп қашыпты да армияға кетем екен. Соғысқа барған сен қыран деп жүрсің бе деп маған. Енді шынында қырған іштен кем жоқ. Қатыстым, үш рет жаралы болды. Мен алдарыңызда тірі отырмын. Бірінші қуанышым сол. Сондықтан да соғыс болмасын. Ешқашан да соғысқа бармаңыздар. Сұрақ депті біреу мына жерде. Қатты жазған өзін. Адам бойындағы асыл қасиет дейді. Ол өтірік айтпау, алдамау, семьяны алдамау, жаныңдағы жолдас ағайын туғаныңды алдамау. Сосын кейін қызмет істеп жүрген коллективіңді алдамау. Ал енді ондай қасиет болмаған адам емес.